Ассалаумағалейкум, құрметті оқырмандарым, көрермендерім, қалдарыңыз қалай? Бүгін біз отбасымызбен ыстық суға шомылуға жолға шықтық. Ыстық судың емдік қасиеттерін білгіңіз келсе, видеоны соңына дейін қарап, лайк басып, комментарий қалдырып кетіңіздер. Ауа райы да өте керемет, тамаша болды. Осы жерден 2 сағат жолда жүріп баратын болғандықтан, аз-маз суандарымызды, жейтін тамақтарымызды алып шықтық. Жалпы өзім бірінші рет бара жатырмын. Жолдасым 3-4 рет барған екен. Судың емдік қасиетін, пайдасын көргеннен соң, бала-шағамызды да бірге алып шықтық. Аман есен келіп жеттік. Табиғаты тап-таза, жолдың арғы жағында теңіз орналасқан. Өте таза, жақсы жер екен. Маңғыстау облысы Ералының жолындағы ыстық су десеңіздер, таксистердің бәрі біледі деп ойлаймын. Алыс жолдан келген адамдарға жалдамалы пәтері де бар, дүкендері де бар екен. Бала-шағаларыңызбен келіп, кем дегенде 3 күн демалып, ем алып кетсеңіздер болады. Енді судың емдік қасиетін айтатын болсам, бұл жердің астынан қайнап шығып жатқан ыстық су, тұзды су. Бұның пайдасы тері ауруларына өте пайдалы екен. Тері аурулар, теріге шыққан қотыр, қышыма, псориаз дейді ма, бөртпелер, жаралар, әртүрлі теріге шыққан аурулардың бәріне емдік қасиеті өте зор. Және де үлкен кісілердің аяқтары сырқырайтын, белдері сырқырайтын адамдарға да өте емдік қасиеті зор. Келіп осы жерден кем дегенде 3 күн ем алып кетсеңіздер өте жақсы болады. Жердің астынан қайнап шығып жатқан табиғи ыстық су. Айналасында стройкалар жүріп жатыр. Жаңадан салып жатқан бассейндер де бар екен. Бала-шағаларыңызбен келіп, жақсылап ем алып, емделіп кетсеңіздер болады. 1 аптаға келетін, 10 күнге, 3 күнге келетін, алыс жолдан келетін адамдар бар екен. Енді біздің өзімізге жақын болғандықтан, күніне қатынап осылай келеміз. Таңертеңнен кешке дейін осы жерде шомылып, жататын орындар ғана тек ақшалы, қалған суға түсетін жерлер тегін. Сөйтіп аман есен елімізге кеттік.